еттілер. Енді мынау латынша жазылғандағысы міне қазақтар деп мен бұны аударып шықтым, осыны оқып берейін. Қазақтар көп жылдардан бері орыс большевиктері және жендеттер қол астында езілдіңіздер. Олар сіздерді ұрды, соқты, тұтқындады, мыңдаған кінәсіздерді Сібірге айдады. Сіздерді зорлықпен колхозға кіргізіп еріксіз құл қылды. Өлім алдындағы большевиктер Сталин қазір де сіздерді қойдай топтап, өздерін сақтап қалмас үшін біздің оққа қарай айдап отыр. Сіздер біздің күшті құралымыздың қарсысында босқа құрып кетесіздер. Өткен июль айында сіздер үйлеріңізде едіңіздер, ал қазір Сталиннің диктатурасы үшін сіздерді өлімге фронтқа айдап келді. Сіздерге өш алатын күн туды. Кінәсіз өліп кеткен бауырларыңыз үшін өш алыңыздар. Орыс большевиктер жендеттеріне жәрдем бермеңіздер. Герман елі сіздерге достық қолын созды. Герман әскерлері Еділдің бір қатар белгілі жерлеріне келіп жетті. Герман әскерлері сіздерге қарсы соғыспайды. Олар сіздердің дұшпандарыңызға қарсы соғысады. Біздің жаққа өтіңіздер, аз күнде бостандық алып жұртыңызға қайтасыздар. Осылай, мінеки сол Гитлердің 1942 жылға август айында, яғни августымыз тамыз айында жазған хаты осындай үндеу тастап, мінеки бұны неге жазып отыр? Өткен себебі немістерге бірден бір кедергі болып, ілгері аяқтарын ілгері бастырмай қойған осы бірден бір осы қазақ халқының жауынгерлік рухы болатын турасын айтқан кезде.